Бүкіл әні хит, өзегің күйіп бара жатса да, шыны сол. Қайрат Нұртастың анасы ұлына тиіскендерді орнына қойды. Тура Қайрат сияқты әлі ешкім 18 жыл бойы алдына адам салмай, бүкіл концерті аншлагпен өткен жоқ. Продюсер Гүлзира Айдарбекова Шымкент қаласындағы болған тойға жалғыз Қайрат Нұртас шақырылған мақтанышпен жеткізді. Алайда желі қолданушыларының бірі Қайрат Нұртастың сахнадан гөрі тойға жиі шығып кеткенін сынады. Әнші Қайрат Нұртастың анасы оқырманын бірден орнына қойды. Той әншісі деп қанша мұқатсаң да, тура Қайрат сияқты әлі ешкім 18 жыл бойы алдына адам салмай, бүкіл концерті аншлагпен өткен жоқ. Бүкіл әні хит, өзегің күйіп бара жатса да, шыны сол. Қайраттай болып алшы, еркек басыңмен өсектеріп, анаңдай адамды қатынша мұқатуың, қатын тәріздес мінезіңді дәлелдеп тұр. Менің ұлдарым ешбір әйел адамға бұлай жазбас еді. Одан кейін неге керексіз жерге тұмсығыңды тығып маған қадалып отырсың? Жай мәсенікі? Ұнамасам, ұнайтындарды оқып отыра берсей. Менен мін іздеп әлек болма. Дәл сен елге де, маған да ақыл айтпай ақ қойшы. Күндес адамдай ұрыс іздеп отырсың ғой. Өз өміріңмен алысшы, менің әрбір сөзімді аңдымай, деп ашуланды Гүлзира Үсенқызы.